Здравствуйте, уважаемые ученики 5 классов! Начинаем урок казахского языка. Новая тема сегодняшнего урока — имя героя в памяти народа. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ер есімі, ел есінде. Познакомимся с новыми словами. Кескіленген, изрезанный, жан қилы соғыс, кровопролитная война, сүбелі үлес, значительная часть, талқандау, разгромить, асқақтату, высокомерие. Бүгінгі қолданылатын беттері 122-125. Открываем страницу 122, первое задание. 122 бет, бірінші тапсырма. Суреттер бойынша әңгімеле. Составьте рассказ по картинкам. Биыл жеңіске 76 жыл. В этом году исполняется 76 лет победе в Великой Отечественной войне. Ұлы отан соғысы 1941-1945 жылдар. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқиылдан КСРО-ға шабуыл жасады. Кеңес одағының ұлы отан соғысы басталды. Тарихта ұлы отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болатын. Бізге тыныш жылдар, бақытты өмір сыйлаған батырларымыздың ерлігін ұмытпаймыз. 125 бет, 11 тапсырма. 125 страница, 11 задание. Мәтіннен зат есімдер мен сан есімдерді тауып жаз. Олардың түрін ажыратып айт. Выпишите из текста зат есім, имя существительное, сан есім, имя числительное. Определите их виды. Имя существительное — это такая часть речи, которая отвечает на вопросы «кто», «что» и обозначает предмет. На казахском будет зат есім. Зат есім дегеніміз кімне деген сұраққа жауап беріп, заттың атын білдіретін сөз табы. Например, в тексте давайте найдем первое существительное. Қайырғали Смағұлов 1919 жылы Гурьев қаласында, қазіргі Атырау, өмірге келген. Кім? Қайырғали Смағұлов. Кто родился в Гурьеве в 1919 году? Қайырғали Смағұлов. Это имя существительное. Жылы — имя существительное. Гурьев — имя города, тоже имя существительное. Қаласында — қала, не қала. Город — тоже имя существительное. Қаласында. Өмірге — өмір. Жизнь — это тоже имя существительное. А если в этом предложении имя числительное? Вспоминаем, что такое имя числительное. Имя числительное — это такая часть речи, которая отвечает на вопрос «сколько», «который» и обозначают количество или порядок предметов. Сан есім. Сан есім дегеніміз заттың санын білдіретін, қанша неше деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. В этом предложении есть ли имя числительное? Есть. 1919. Это числительное. Читаем второе предложение. 1939 жылы Қызыл армия қатарына шақырылды. Есть ли имя числительное в этом предложении? Есть. 1939 год. 1939 — это имя числительное. Есть ли имена существительные в этом предложении? Бұл сөйлемде зат есімдер бар ма? Бар. Жылы, армия, қатарна — это имена существительные. Жылы — год, армия — это армия, қатарна — в ряд, в ряды. В 1939 году был призван в Красную армию. И так далее. Продолжаем, записываем. На этом урок заканчивается. Всего хорошего. До свидания. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылы Ұлы Отан соғысының ардагерлерін былай құттықтаған екен. Халқымыз ұлы жеңіске өлшеусіз үлес қосты. Отандастарымыз Майдан даласында ерлікпен шайқасып, олардың жартысынан жуығы елге қайтып оралмады. Жауынгерлеріміздің батырлығы мен қайтпас қайсарлығы жер бетінде бейбітшілік пен тыныштықты сақтауға мүмкіндік берді. Тыл еңбеккерлерінің жанкештілігінің арқасында Қазақстан Майдан даласына орасан зор көмек көрсетті. Соғыс жылдары елімізге жүздеген заводтар мен фабрикалар көшірілді. Майданға мыңдаған вагон киім-кешек пен азық-түлік жіберілді. Ата буынның теңдессіз ерлігін құрметтеп, зұлмат соғыстың зардаптарын ұмытпау біздің қастерлі борышымыз.